Сәлем достар, сұлу кеңес арнасына қош келдіңіздер. Әдеттегідей видеоны көрмес бұрын менің парақшама жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сұлулық дүкеніне жол тарттым. Ол жерде өзіме қажетті нәрселерді алу қажет еді. Қазір оны бірге тамашалайтын боламыз. Мінекей, мен бұл дүкенге келдім. Осы жерде маған бет күтіміне арналған осы пенка тониктер ұнайды, өзім қолданып көрдім. Егер де сіздер де қолданған болсаңыз, пікір қалдырып кетіңіздер, сіздерге ұнады ма, жоқ па. Мінекей, оның бірнеше түрі бар, яғни бет терісін жасартуға арналған, бет терісін ылғалдандыруға арналған бірнеше түрлері бар. Бірақ бүгін мен бұларды алмаймын, себебі олар менде бар. Бүгін біз скраб алуға келдік. Соңғы рет мен осы скрабтарды пайдаланып көрген едім, қызғылт сары түрін, мінекей осы. Және ол маған ұнады. Сол себепті бүгін басқа түрін қолданып көрейін дедім де, көзім осы жасыл түсіне түсті. Соңғы кездері бетімде безеулер пайда болғандықтан мен анти-акне деген түрін қолданып көрейін дедім. Қазір бірге ашамыз, ал алдымен сыртын қарап алайық. Мінекей осындай жасыл түсті. Құрамында көмір бар, және бұл бет терісін терең тазалауға арналған. Екінші жағында жарамдылық мерзімі көрсетілген, ал қазір ішін бірге тамашалайтын боламыз. Қақпағын бірінші рет ашқан кезде бұл скрабтың бетінде әлі жұқа қабығы болады. Оны кейіннен алып тастайсыздар. Ішінде осындай қою масса. Міне күнге шығарған кезде тіпті ішінде скрабтың түйіршіктері көрініп тұрады. Қазір алып көрсетем, қандай екен. Міне қоюлығы осындай, ешқайда тамбайды, саусақта тұра береді. Жалпы пайдаланып көрдім. Менің бет теріме өте жақты, себебі барлық безеулерді құрғатады. Соның арқасында олар тезірек бет терісінен кетеді. Бет терісін өте терең тазартады, және де скраб жалпы бетті зақымдамайды, тырнамайды. Тіпті бет теріңіз жұқа болса да қолдануға кеңес беремін. Бұл скрабқа беретін бағам 10-нан 10. Маған қатты ұнады. Достар, келесі видеода кездескенше.